Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызды газға қойып, медымызды саламыз, қант, сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз ерігенше. Ерігеннен кейін 1 шай қасық содамызды саламыз. Сол кезде ол осылай көпіршиді. Карамель түс болғанша біз тоқтамай араластыра береміз. Осылай жайлап карамель түске келеді. Міне осындай түс болған кезде газымызды өшіреміз. Одан кейін суытуға қойып қоямыз. Суығаннан кейін барып, бөлек ыдысқа ауыстырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды бір-бірден араластыра отырып қосып отырамыз. Жұмыртқамызды қосып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы кезде осындай қой малжың болуы керек. Одан кейін барып, пергамент қағазымызға формамызды түсіріп аламыз. Менде осылай түсіріп алдым. 5 корж шығады. Әр қайсысына 2,5 қасықтан саламыз. Осылай жаңағы келтіріп алған белгіге дейін осылай жағып шығамыз. Бірінші жасап алыңыздар барлығын, содан кейін барып пісіреміз. Өйткені бұлар тез піседі. 5-7 минутта пісіп шығатын болады. Менде пісіп шықты. Міне одан кейін пергамент қағазын алып тастаймыз, оңай алынады. Одан кейін осындай кальциямен шеттерін тағы тегістеп шығамын. Бөлініп алынып тастаған шетіндегі корждар бізге керек болады. Оны бөлек бір ыдысқа жинап қоямыз. Міне мен барлығын жасап алдым. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін сгущенка, варенка және сметана керек болады. 30 немесе 40%. Соны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сонда осындай крем шығады. Енді тортымызды жинақтаймыз. Әр корждардың арасына осылай кремдерімізді жағамыз. Корждарды қойған кезде қолымызбен басымыз. Жаңағы корждардан алынып қалған бөліктерді үгітіп, осылай бетіне жағып шығамыз. Холодильникке 3-4 сағатқа қойсақ болады. Менде 1 түн тұрды. Осылай дайын болып шығады. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер ұнаса, лайк баса кетіңіздер.